Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет кешкі асқа қолдан кесілген кеспе көже жасадым. Видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, етімізді турап салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Оның үстінен майдалап туралған сәбізімізді саламыз, жақсылап тағы да қуырып аламыз. Бір қасық томат және бір шай қасықпенен паприка салдым. Томаттың орнына салат қостым. Томат қоссаңыздар да болады. Әрлеп туралған картобымызды саламыз және тәтті бұрышымызды салып, жақсылап қуырып алып, алдын ала қайнатып қойған суымды құйып шықтым мен. Қайнатып қою міндетті емес, қыздар. Енді қамырына кірісетін боламыз. Ол үшін жұмыртқа, тұз, кішкене суымызды қосып араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, қолымыздың екеуімен жақсылап қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Толық нұсқасы менде видеосы бар осы YouTube арнамда. Сол жерден толықтай көре алсаңыздар болады. Бір-екі рет қайтарып илеп қойыңыздар, қамырларыңыз жаюға әдемі болады. Бір тегіс болып жайылады және үйі қанғаннан кейін оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, кішкене қалыңдау етіп, әдемілеп қамыр жайып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, қыздар. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Қолдан кесілген кеспені барлық адам ұнатады. Әсіресе үлкен кісілерге өте жұмсақ болады. Қамырымызды жайып болайын дедім. Бес 10 минутқа жайып болған соң кептіріп қойсаңыздар болады. Дайын қамырларыңызда кесілгенде аралары жабыспай, дара-дара болып түсетін болады. Ұнымызды сеуіп, екі шетінен бастап, ортасына қарай орап аламыз қамырымызды. Енді ортасынан мантының болмаса еттің қамыр сияқты кесіп жасасаңыздар да болады. Дәл осылай кессеңіздер, ұзын-ұзын болып кесілетін болады. Не осылай өте майдалап кесіп аламыз. Қолдарыңызды абайлайсыздар. Артық кесілген кеспелеріңізді пакетке салып, морозильникке салып қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта пайдалана бересіздер. Кеспелеріміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте нәзік, әп-әдемі болып шықты. Міне, сорпамыз қайнап жатыр. Тұзын көресіздер міндетті түрде. Тұзын көріп, кеспелеріңізді салып, 5 минут қайнатып, дайын болады сол уақытта. Дайын болды тағамыз. Өте әдемі болып кеспеміз шықты. Қаласаңыздар айран қосып іше берсеңіздер де болады. Болмаса ас көк пиязбенен қосып іше берсеңіздер де болады. Сіздерге де ас болсын. Ұнап жатса комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.